видео бастамас бұрын сіздерге Тасболат KZ'тің анасын ұсынғым келіп отыр. Бұл каналда Clash of Clans'қа видеолар болады. Осындай видеолар көргілеріңіз келсе, осы каналға тіркеліңіздер. Айтпақшы, бұл каналда қазір стрим болып жатыр. Сондықтан стримнен қалыс қалмау үшін каналына тіркеліп стрим көріңіздер. Ал ендеше достар, кеттік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге BXKZ. Бүгін біздер Clash of Clans ойынына обзор летсплейін түсіретініміз. Енді өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар, жаңадан обновление шығып, қуанып кетті, бүйтіп. Енді тағы да обновление шығып жатыр. Ол қандай обновление? Ол міне осындай Clash Royale'дағы гигантский скелетті Clash of Clans'қа келіп отыр. Және де міне бұл не варвар. Бұл варвардың басына асқабақ киіп алған. Осындай жаңадан обновление шығып отыр. Енді ондай варварлар шығарып отыр. Технини варвар деп тұр міне. Енді бізде осындай обновление болды. Енді сіздерге айтарым, бұл обновлениелерді көп қараған болсаңыздар, өздеріңіз түсінсеңіздер, менің түсінуім бойынша бұл варвар, бұл міне оның бірінші асқабаққа атады екен. Оған дейін ол жетіп кішкене урон алады. Асқабақ жарылған екен, өзіне атады екен. Жалпы айтқанда асқабақ деген оның былайша айтқанда несі, шештас қорғаншысы. Енді бір атака көрсетейін сіздерге. Міне осындай варварлар арқылы летсплей түсіретініміз. Ал мен жалғыз емеспін, қасымда досым бар. Амандаспай. Енді біз осы базаға жасаймыз, жоқ аз екен. Және енді бір нормальный бастайық, нормальный база. Нормальный база дейміз, қандай база бар, нормальный. Маған черный керек, өйткені жаңдай корольді енгізу үшін черный керек. Менде черный аз, сондықтан мен надо черный жоқ, бірақ сонда да осыған жасап қойып. Енді өтшерден жоқ екен ғой мүлде. Басқасына кетейік. Басқасы. Ешқандай нормально стандартный база жоқ. Мүлде базалар жоқ. Вообще керек емес базалар, барлығы керек емес базалар. Сіздер айтайын, керек емес базалар. Фарм іздеп қойын деп тұр да. Осыған фарм жасайтын болдық. Біз мұны мына жағына кіреміз. Так, бісміллә. Гиганттарын кетсін, артына яс кетеді. И стена бой кетеді. И кетті, хылқы тыстайтын кетеді. И артынша луттар кетеді, чтобы артын тазалау үшін. Мұнан кетсін. И асқабақтар кетейік. Асқабақтарды көрейік, асқабақтар қандай эффект беретін бізге.
Ёп твою мать. Ё-мо, кланкасын білмеппін оны. Давай, бір бар ма? Бір жұлдыз. Ё-моё. Ё-моё. Давай, бір жұлдыз. Оп. Бір жұлдыз. Бір жұлдыз болды. Еще. Бір жұлдыздан қанағаттанамыз. Бір жұлдыз бар. Да, 2 жұлдызға бар. Да, ну 2 жұлдыз. Мә. 7-ші үрейінің несі? Парт қылды. Менің өз зарядкам бітіп жатыр. Енді мені осындай обновление сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше достар, сау болыңыздар, каналға тіркеліп, және лайк басыңыздар. Барынша қолдайық. Және де біз дейтін кейінгі басқа да видеолар түсіреміз. Алдағы да Clash Royale'ға түсіріп қалам. Ертең осы видео ертеңге дейін 3 лайк жинап тастаса, келесі видео Clash Royale'ға болады. Өйткені мен сіздерге сундук арнап қойған болатын. Огромный сундук түсті, сондықтан мен 6-шы аренаға да өтіп тастадым. Сондықтан соны көргіңіз келсе лайк басыңыздар және каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Бекскз. Қош сау болыңыздар.